Елдік елге байланысты. Облысты қамтыған қоғамдық форум Мойынқұм ауданында жалғасты. Аталған форум елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында жүзеге асты. Оған жергілікті зиялы қауым өкілдері, мемлекеттік қызметкерлер, мешіт имамдары, үкіметтік емес ұйымдар мен жастар қатысып, орамды ойлармен бөлісті. Жиында діни жоралғыларды жасаудағы ысырапшылдыққа жол бермеу, үлкенге құрмет жасау, кішіге ізет көрсету, ақсақалдықтың абырой беделін биіктету, тәрбие басы тал бесіктен басталатынын және той мәдениетін жаңғырту сынды мәселелер көтерілді. Аудан әкімі Мәди Мусаев көтерілген мәселелер төңірегінде өз пікірін білдіріп, жиынды қорытындылады. Форумда қабылданған үндеуді аудан тұрғындары бір ауыздан қолдайтындықтарын жеткізді. Форумдағы қаралған мәселелер өте өзекті, өте маңызды деп санаймын. Қазіргі қоғамымыздағы талай нелер болып жатыр. Сонда жастарымыздың тәрбиесіне, жастарымның өсуіне үлкен әсер етеді деп ойлаймын. Енді қойылған не бойынша өте тағайтайын маңызды. Әсіресе мына еліміздің салт дәстүрін қайтадан жандандырып өткізетін шараларын өте уақытылы созбай өткізген әсіресе көп әсер етті. Береке бірлік болмаса ел болмайды. Ол береке бірліктің бастауы мынау қазақи салт дәстүрден. Үлкенге құрмет, кішіге ізет болса, әрбір отбасында тәлім тәрбие жақсы болса, біз келешек ұрпағымызды тәрбиелейміз, соларға жол көрсетеміз, біздің ізімізді, біздің орнымызды басатын солар деп есептейміз.